Мукашева Айгүл медрес қызы. Кен ауылының негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Мен бүгін сіздерге математика сабағынан есептер шығару тақырыбында сабағымды ұсынғалы отырмын. Балалар, бүгін сендер сабақта шамалардың өзара тәуелсіздігіне есептер шығаратын боласыңдар. Оқушылар, оқулығымыздағы 51-ші беттегі номер 1-ші есепке назар аударайық. Шамалар үшбұрышын қара. Шамаларды үшбұрышқа орналастыр. Есепті шығару үшін үшбұрышты қалай қолдануға болады? Балалар, бұнда біз ауданның, жалпы массаның және де құнның формуласын шығаруымыз керек. Мысалы, балалар, құнын табу үшін біз бағасы мен санын көбейтеміз. Ал заттың жалпы массасын табу үшін бір заттың массасын оның санына көбейтеміз. Ал ауданы табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ал бізге егер ауданы белгілі, ұзындығы белгілі болып, енін табу керек болса, біз ауданын ұзындығына бөлетін боламыз. Балалар, бұл формуланы естеріңе сақтаңдар. Номер 2-ші есепте кесте бойынша есеп құрастырып оларды шығар дейді. Бұнда біз балалар жаңағы формулаға қарап осы есепте пайдаланамыз. Бұнда бізге бір заттың массасы, саны, жалпы саны берілген. Бір затты, бұнда печенье 50 грамм, йогурт 200 грамм. Олардың саны бірдей, ал жалпы массасы печеньенің белгісіз, ал йогурттікі 1000 грамм. Бұл жерде біз ең бірінші йогурттың жалпы санын тауып аламыз. 1000-ды 200-ге бөлеміз, сонда 5 дана йогурт шығады. Сол 5 саны екеуіне де бірдей болғандықтан 5-ті біз 50 граммға көбейтеміз. Сонда бізде шығады 250. Бұл 250 дегеніміз, балалар, печеньенің жалпы массасы. Енді номер 3-ші есепке қарайық. Бұнда фигуралардың ауданын табу. Бұнда бізде бірінші жасыл және сары түсті фигура берілген. Осы екі фигураның ауданын табу алайық. Бірінші жасыл түсті фигураның ені 3 метр, ауданы ұзындығы 4 метр. Енді ауданын табу керек. Ауданын табу үшін біз ұзындығын еніне көбейтеміз. 3 метрді 4 метрге көбейтеміз. Тең болады 12 метр квадрат. Енді келесі сары шаршымыздың ауданын табайық. Шаршы болғандықтан оның барлық қабырғасы бірдей болады екен. Бұл жерде ені 5 метр. 5-ті біз 5-ге көбейтеміз. Сонда тең болады 25 метр квадрат. Ал осы екі фигураның ауданын табу үшін манағы бірінші фигурадағы 12 метр квадратты екінші сары түсті фигураның ауданына қосамыз. 12 метр квадрат қосу 25 метр квадрат. Тең болады 37 метр квадратқа. Келесі фигурамызға қарайық. Бұнда бізде 6 метр және 4 метр дейді. Енді бұл жерде, балалар, 2 метр кесіліп алынған екен. Енді бірінші жалпы бұның ауданын тауып алайық. 6 метрді 4 метрге көбейтейік. Тең болады 24 метр квадрат. Енді жаңағы кесіп алынған жердің өлшемін тауып алайық. Ол үшін 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4 метр квадрат. 24 метр квадраттан 4 метр квадратты азайтамыз. Сонда оның мәні 20 метр квадратқа тең болады. Есеп шығарып шаршаған шығармыз. Сонда балалар, бойымызды бір сергітіп алайық. Онда көзге арналған жаттығу орындайық. Орнымызда отырып, көзімізді бір алыс нүктеге қадап ұзақ қарайық. Басымызды қозғамай, көзімізді оңға, солға қарай қозғалтайық. Басымызды келесі жаттығу, басымызды қозғамай, көзімізді жоғары, төмен қарайық. Көзімізді қатты қысып немесе қолымызбен жауып, кәнекей бір демалып алайық. Демалып алсақ, көзімізді ашып, ары қарай
Келесі тапсырмаларымызды орындайық. Балалар, енді 4-ші есепке қарайық. Мұнда сөз есеп берілген екен. Сырым ауладағы достарына туған күн жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар және қалпақтардан 5 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағаздар әкелді. Ол неше мерекеге шашатын ұсақ қағаз әкелді? Мұнда бізге ұсақ қағаз белгісіз. Оны табу үшін біз шар 5 қорап 10 данадан, қалпақтар белгісіз 2 есе кем. Ұсақ қағаздар белгісіз, ол қалпақтарға қарағанда 5 есе кем. Енді біз шардың жалпы қанша дана екенін тауып аламыз. Ол үшін біз 10-ды 5-ке көбейтеміз. Тең болады 50 шар. Біз осы шыққан 50-ді 2-ге бөлеміз. Сонда тең болады мәні 25-ке. Бұл балалар қалпақтардың саны екен. Енді қалпақтардың саны белгілі. Оны біз 25-ті 5-ке бөлеміз. Мәні 5-ке тең. Балалар, бұл шыққан ұсақ қағаздар екен. Сонда жауабы 5 ұсақ қағаз әкелінді. Ары қарай номері 5-ші есепке қарайық. Бұл сырымның туған күнінде достары аулада аспанға әртүрлі батпырауықтар ұшырып ойнады. Батпырауықтардың ауданын тап деді. Бірінші шаршы тәрізді, екінші үшбұрыш екен. Бірінші батпырауығымыздың ені 9 дециметр. Бұл шаршы болғандықтан барлық қабырғасы бірдей екен. 9 дециметрге тең екен. Ол үшін 9-ды 9-ға көбейтеміз. Сонда 81 дециметр квадрат шығады. Екінші, біздің батпырауығымыздың ауданын табу үшін біз балалар ені 18, ұзындығы 52 сантиметр екен ортасы. Сол үшін біз 18-ді 2-ге бөлеміз. Тең болады мәні 9 сантиметрге. Енді біз шыққан 9-ды 52-ге көбейтеміз. Оның мәні 468 сантиметр квадрат болады. Енді шыққан 468-ді балалар біз 2-ге бөлеміз. Сонда оның мәні 234-ке тең болады. Номері 6-шы есепке назар аударайық. Бұнда бізге өрнектері берілген. Балалар, бізде егер бірнеше амал бірге келетін болса, біз бірінші көбейтуді, содан кейін бөлуді, ары қарай қосу мен азайтуды орындаймыз. 706 азайту 71 көбейту 2. Бұнда біз 71-ді 2-ге көбейтіп аламыз. Сонда 142 азайту 706 азайту 142. Оның мәні 564-ке тең болады. Келесі есебіміз 37 көбейту 3 қосу 150 көбейту 2. 37-ні 3-ке көбейткенде бізде 111 шығады. Оны қосамыз 150 көбейту 2-ге. 150-ді 2-ке көбейткенде 300 шығады. Сонда өрнектің мәні 411. Келесі есептерді балалар осылай ары қарай өзіміз шығарып көрейік. Ары қарай балалар 52-ші беттегі номер 7-ші есепке қараңыздар. Бұнда балалар бізге теңдеу берілген. Бұл сіздерге үй тапсырмасы болмақ. 35 көбейту 3 қосу x тең болады 543 қосу 392. Балалар, бұл бізге күрделі теңдеу берілген. Біз бұны жай теңдеуге айналдырып алуымыз керек. Ол үшін біз 35-ті көбейтеміз 3-ке. 105 қосу x тең болады 543-ті 392-ге қосып алайық. Сонда оның мәні 935 болады. Енді белгісіз санды табу үшін x тең болады 935 азайту 105. X тең болады, сонда балалар 830. Енді осы тапқан белгісіз санды орнына қойып тексеріп көрейік. 35 көбейту 3 қосу 830. Бұның мәні 935-ке тең. 543 қосу 392 тең болады 935. Сонда біздің теңдеуіміз балалар тең болып тұр екен. Келесі теңдеуді осыған қарап үйде өзіміз орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз шамаларға өте көп есептер шығардық. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.